жасы 100-ге келсін. Вот соқпағандардың жасы лучше соғасаңыздар шағай. Зачем бүйтіп жа, рисковайттап жа, бүйтіп-біріңізге тегізе сап жа. Еште бар ма, ұшты-орын нәрсесімен ойнап жүр ғой. Күшті өзі башы. Балдарыңызды жинап алыңдаршы. Шымкент айтпақшы, шешеңе баршы. Балдар жинап алыңыздар. Бүгін детский праздник, бірақ білем, вот правильная женщина. Қарашы, келіп, баласын жанына алып, о бала осылай тамақ шу керек, соқ шу керек. Мен қаным түшпейді. Соқтан балдар жинап алыңыздар. Жалпы ол карантин дегеннен шығады, 22-ші жыл, әлі өзі аузымда үйрене алмай жатыр, 22-ші деген цифрға өзі. Енді бүгін ғана басталып жатыр ғой. Кеше 21, бүгін резко 22 қысқы жаңа. Кеше Назарбаев, бүгін резко Тоқаев деген сияқты шоқ болып қалады екенсің да. И әлі үйрене алмай жатырмын да, бірақ мен мынаған риза болып тұрмын да, осы биылғы менің жылым осы именно тойдан басталып жатқанға мен ерекше қуанып тұрмын да. Қазақстанда 1 январдан бастап тойда жүрген мен екен құрметті ағайын тамадалар. Мен такой вообще молодец бар да, сендер жақсы ырым да. Сондықтан жарас. Сізге бар ғой вообще 18 мың ғаламның атынан, Көкшетау қаламның атынан, солтүстік даламның атынан, папам мен мамамның атынан, үйдегі қатын баламның атынан рахмет саған жүрміз. 9 деген цифрды мен ұнатпаймын почему-то. Өйткені ковид сол жылы басталды да жаңағындай. Мысалы, ковид басталып кетті, и мысалы маған мысалы жақпады. Сендерге жақты жаңағы бала келіп жатсыңдар дүние болып жаңағындай. Бізге мысалы жақпады, резко әлгі тойлар болмай қалып қалды. Ойлаңыздаршы, резко кәдімгі стресс алып қалдық қой біздер, депрессия. Мен әйелім менімен тойлар болып жүрген кезде сіз деп сөйлесетін жаңағыдай отағасы, шай ішіңіз деп жаңағындай. Қазір сен десе риза болатын болып қалды қой. Сөйтсе ол оказывается солай болады екен. Құдай тәубаңа түсірем десе, ол 6 секунд екен ғой. Даже андайды көрдік қой, ресторанның артынан кіріп. Ойлаңыздаршы, Астана полный артынан, бірақ өзі артынан кіргеннің бәрі өсіп кетіп жатыр ғой жаңағындай. Мен сол принциппен бе айтыр, Ипатима ресторанның артынан кіріп, кемпірлер сорпаға күйіп қалып жаңағы. Бізде қазір Көкшетауда новый 3 ресторан салынып жатыр, апа. 3 ресторан новыйдан салынып жатыр да. Анау ресторанның хозяиндары алдыңғы жағы бар ғой, ресторан. Қалай өзім солай салып жатыр да, но кухня жағының ремонтын мощный қылып істеп жатыр жаңағыдай. Кім біледі алда жалда не болады деп. И біз тамадаларда тәубамызға түстік. Баяғыда жұлдыздай жарық едік қой, қазір жайлап сөнетін болдық. Баяғыда тойды үйтіп өткізіп тост бере беруші едік қой, қазір терді адалынан төгетін болдық. Баяғыда кешіп жүре беруші едік, қазір 2 сағат ерте келетін болдық. Баяғыда $2000 деп қайқаңдаушы едік, қазір 2 қап картоп берсе де көнетін болдық. Баяғыда тойға духи сеуіп барушы едік, қазір антисептик себетін болдық. Осы мынау 2 жылда шапалақтарын сағынып өлетін болдық.